Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жер бетіндегі ең қымбат 10 зат. Жер бетіндегі ең қымбат зат десе алтын әлде платина дейміз. Себебі екеуінен асқан қымбат бағалы зат жоқ секілді көрінеді. Дегенмен олардан да қымбат заттар бар. Бүгін біз сіздерге әрбір граммға шаққан кезде қанша доллар тұратынын есептеп ұсынатын боламыз. Ал кеттік. Плутоний 1 грамм бағасы $4000. Бұл радиоактивті металл. Аталған металлды жер бетінде әр секунд сайын пайдаланады. Бұл металл арқылы ядролық қару жасауға болады. Келесі Соларис $17000. Бұл дәрі, жер бетіндегі ең қымбат дәрі десек те болады. Өкінішке орай, бұл дәрі рактың емін таба алмады. Бұл тек адам ағзасында болатын, сирек кездесетін ауруларды емдейді. Тритий $30000. Тритий көп жағдайда коммерциялық мақсатта қолданылады. Мәселен, сағаттардың тілін қаптауға, қолға тағатын түрлі заттарды орауға. Дегенмен, бұл радиоактивті затты медицинада, химия ғылымында, биологиялық қоспаларға, геофизикаға және басқа салаларға пайдалануға болады. LSD $30000. Есірткі түрлерінің біріне жататын, ғылымда жүйкеге тез әрі қатты әсер ететін есірткі деп атау алған, бұл заттың тегінде хиппи деп те атаған. Келесі алмаз $42000. Жер бетіндегі ең қатты зат бұл алмаз. Оның бағасы құбылмалы, оның салмағына және ауқымына байланысты бағасы өзгеріп отырады. Келесі Калифорния $60000. Сіздерге ұсынып отырған тізімдегі үшінші радиоактивті зат. Бұл затты табиғи жолмен өндіріп алған, ал оның атауы Калифорния университетінің құрметіне берілген. 1950 жылы пайда болған. Ісіктерді емдеуге арналған мақсатта және радиолық қару жасауға пайдаланылады. Келесі америций $140,000. 1 грамм өнімі $140,000 тұратын америций плутоннан алынған зат. Аталған зат әскери орындарда адамзат игілігі үшін пайдаға асырылады. Келесі реголит $442,500. Аталған зат жерде өндірілмейді, жер бетінде тіпті жоқ. Оны айдан алып келеді. Бұл заттың 0,6 граммына $442,500 ақш доллары тең келеді. Ал оның бұлай қымбат болуына себеп құрамына ильменит, анартит, оливин және пироксен кіреді. Ал бұл шашылып жатқан құрамалар жер бетінде бар. Келесі графен $100 миллион. $100 миллион достар. 1 квадрат сантиметр үшін осындай баға төлеуге болады. Бұл затты өндіруші адамдар, олар Графен Константин Новоселов пен Андрей Гейм. 2010 жылы олардың жаңалығы Нобель сыйлығында алған болатын. Аталған заттың пайда болғанына 10 жылдан астам уақыт өтсе де, әлі ешкім пайдаланып көрмеген. Келесі антиматерия $62 триллион. Мына қызыққа қараңыздар достар. Антиматерия жер бетінде жоқ. Ол жаралмағанда, ол тек ғаламшардағы заттардың соқтығысынан пайда болады. Ал бұл құбылыс әлі орын алмаған. Бірақ ғалымдар алдағы уақытта бұл құбылыс жүзеге асады және жер бетінде барлық шындық ашылатын болады дейді. Ал бұл құбылыс әлі көзге көрінбесе де, $62 триллион тұруы сіз бен бізді таң қалдырары анық достар. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұндай құбылыстың пайда болатынына сенесіздер ме? Осымен достар, жер бетіндегі ең қымбат 10 зат атты видеомыз өз соңына жетті. Видеоларымыз сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы. Келесі кездескенше достар.